біреуді осуждать етудің, біреуді бір сынап мінеп тастаудың бір кемі екі зияны бар сияқты болып көрінеді маған жігіттер. Біріншісі, тура сол проблема сіздің басыңызға да келеді. Ол қалай десеңіз, мысалға сіз біреуді сынап тастадыңыз, мінеп тастадыңыз, бұл бір элементарный нәрсе ғой, оны бүйтіп шеше салмай ма, былай қыла салмай ма, соны білуге бас жетпей ма, топой ма деген сияқты айтып тастадыңыз ба, енді сондай мәселенің өзіңіздің басыңызға да келерін күте беріңіз. Бұл әлгі бір көресіңді көрмей, көргеде кірмейсің деген сияқты бір Құдайдың заңдылығы бір осылай жұмыс істейтін сияқты көрінеді маған. Бірақ ол қиындықтан, сондай Құдайдың испытаниясынан сіз қалай шығасыз? Шынымен ол элементарны ма? Шыға алмайсыз ба? Әйтеуір өз шкураңызда сынап көруге енді тура келеді. Осуждать етудің екінші зияны табысыңызға да тікелей әсер етеді деп ойлаймын. Ол қалай? Бір кемшілік іздегіш, тырнақ астындағы кірді көргіш, біреуді мінегіш адамның тілекшілері азаяды, ортасы тарылады. Бұған да болсын, бұда да болсын дейтін жанашыр адамдарыңыз азайған сайын сізге келетін ақшаның жолдары да тарыла бастайды. Ол қалай десеңіз, мысалы бұл ақша рызқы несібе Алладан, ол абсолютно, бірақ ол адамдардың қолы арқылы келеді ғой. Кесірлігімізбен, кемшілік іздегіштігімізбен келгелі тұрған рызқы несібені бір кері теуіп жүрген болуымыз әбден мүмкін.